Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бүгін мен Арсенчик және достар, бүгін бізде Black Russia серверінде, яғни Cramp Mobile және де достар, менің артымда қазір 2021 достар, мән бермеңіздер, қазір 2021 жылға келуіне достар, яғни 2-ақ күн қалды. Ал мен достар, соған орай деп қоямын. В общем достар, менде қазір 303 мың теңге рубль бар. Және де сол 300 мыңға келетін не машина бар, мен сондай сатып аламын. Осы достар, GPS дейміз осылайына, және де маған керегі достар, важный местоға кіреміз. Ол жақтан достар, міне автосалон низкий класста. Достар, мен яғни низкий класстағы автосалонға барып, сол жақтағы автоларды сатып аламын. Ол достар, мына жерде екен. Енді оған достар, қалай барамыз? Мына жақпен айналып барамыз енді. Ол үшін достар, маған машина керек, яғни скутер арендовать ететін боламыз. Ал кеттік. Достар, мияқта білмеймін, не болып қалды едім, бак болып кетті. В общем достар, бағана жолда келе жатып бірдеңке көріп қалдым. Ол не зат десеңіздер достар, мына достар, мынау білмеймін қайнан шығып кеткен мына жаққа, мынау біртүрлі ғой совсем. Кәдімгідей күлкім келетін зат қой, мынау дейтін ма. Бір жақтан секірген ба, сондай бірдеңке, соны көрсетейін дегенім ғой. Ал достар, біз болғанда мен мынау низкий автосалон дегенге жеттім. Демек, достар, енді осы жақта машиналарды көреміз қазір, қандай машина бар. Бірінші достар, ол ВАЗ. Екіншісінен ол достар, мына ВАЗ дейді, одан кейін Жигули ғой. Мынау да ВАЗ, мынау Гольф, мынау не семерка ғой дейтін. Мынау да не ВАЗ. Атын ұмытқан, мыналарында осылар шатастырам әлі күнге дейін достар, білмеймін неге екен. Общем достар, мына жақта Приора бар екен достар, 300 мыңға мәссаған. Одан кейін достар, BMW M3 бар достар, BMW M3 E30 300 мыңға. Келесі достар, Niva 350 мың. Mazda дейді, ол да совсем қымбат. Мынау 420 мың, Mercedes 440 мың. Сонда достар, ең қымбаты Mercedes мына жерде, И достар, мен қазір достар, мына BMW-ны алам мен, или Priora алайын. Жоқ достар, BMW алам, қара түске қойып аламыз, или достар, басқа түске қойын. Қызыл, достар, қарада тұра берсін, общем, ал дискісін қызыл қойымыз осылайынан, осылай ұнайды. Енді аламыз, кеттік. Да, дейміз. Хоппа. Түрім өзгеріп кетті. В общем, достар, мен машинаны алдым. Енді ол қақта маған кар деп жаз деп атыр. Не мынау совсем? Загрузить транспорт дейді. Достар, соны таңдаймыз ойдың вроде. Осыны таңдаймыз. Достар, түсінбедім мына жақта не болып кеткен, қазір көреміз. Ал достар, қазір мен BMW-ді алдым, нөмір жоққа деймін. В общем, достар, номерді кейін саламыз, кейін тюнинговать ететін боламыз. Әзірге осылайынан әдемі менің BMW-м деймін. В общем, достар, қалай BMW сіздерге ұнады ма бұлай? Қазір мен достар, салоны мынау. Енді достар, качествосы нашар бойының, артқы салоны міне. Достар, бүйтіп, бақта достар, мен жаңа көрдім, терезеден бүйтіп бастарыңыз шығарсаңыздар болады. В общем, достар, мынау руль менмін мынау. Оппа. Енді бұл достар, бұны мен жаңа дейтін қазір. Бұл уже соғып атырмын ғой достар. Ал енді достар, бұның мен қазір жылдамдығын тексергім келіп отыр. Мынау не мынау? Бұрылмай атыр достар, қараңыздар, бұрылмайды совсем. Немене бере мынау, ё-моё? Бұрылсайшы. Бұрылды. Бұрылды достар. Бұрылмай қалады қайта достар, қараңыздар, совсем қанша бұрып атсаң да бұрылмайды. Болмайды оны деген. Бұрылым енді мынау тағы қақып кеткенсің. Машина сындыратын болды мынау. Достар, енді нормально бұрылып атыр. Достар, қазір жаңа бүйтіп жатыр, нормально болып қалды. Енді достар, қазір тіп түзу жолда, яғни достар, газды до конца басамыз.
уже достар 150-ге жетті. Ал 160, 170, 180, 190, 215. Короче достар, 215 кейін апардым. Ойбай, немене бір айналып кетті ғой. В общем достар, менің мұрным бүтеліп атыр қазір, жаман бүтеліп кетті ғой, ё-моё. И достар, дальше қазір айдап көретін боламыз. Ал вроде достар мына жақтарда болмайды, өйткені бұл жақтар достар былай бұрылыс жолдар деймін. В общем, бұрылатын жерлер өте көп. И қазір 200-ге жетіп қалды. 190. Ой, тағы да шеріліп кетті достар, болмайды уже. Так, в общем достар, бүгінгі видео аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, әрине видео лайктарыңызды басып, менің арнама міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Себебі достар, бұл арнада өте қызықты видеолар шығады. Ойларыңызды комментарияға жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.